Тәуелсіздік деген бұл да ұлы сапар. Сапарда не болмайды дейсіз, алдымыздан тау да шығар, тас та шығар, сай да шығатын шығар, шыңырау да шығатын шығар. Бірақ соның бәрінен аман есен өту әрбір осы қазақ елінің азаматының мойнындағы парыз деп ойлаймын. Сондықтан осы сапарда халқымыздың көлігінің мықтылығы көк мойнақтың тұлпарының төресіндей болсын. Біздің алдымызда тұрған сайлауда қаншама жауапкершілік алдымызда тұрғандығын осыдан ақ сезінуге болады. Елдің тыныштығы алдымен әрине әрбір отбасының тыныштығы деп ойлаймын. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда демократия мен плюрализм болмай, ешқандай экономикалық даму болмайды деп атап өткен болатын. 3 жылдың ішінде Қазақстан демократия саласында үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Қаңтар оқиғасының кезінде Қасым-Жомарт Кемел белді бекем буды. Жалғыз тәуекел біздің қуанышымыз тәуелсіздік қой. Соны аман сақтап қалып, Қасым-Жомарт Кемелді алып шығып білді. Ал енді осындай көшбасшымыз бар. Сондықтан бәріміз бір ортақ мүддеге дауыс беруге шақырамын.